Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз Counter-Strike ойынын түсіреміз. Яғни Counter-Strike емес, солай атаймыз. Соған ұқсас. Play Market'тен өздеріңіз көресіздер ғой. Міне ойыннан шықты. Special Forces Code 2. Ал новая играны басамыз. Кешіріңіздер, реклама шығып кетті. Айбетпеңіздер, ойында осындай рекламаның шығып кетті. Бұл менің бірінші видео. Ал бүгін біз бірінші видеода зомбиден бастап кетті. Ал мен қай жерлер зомбиге ыңғайлы екенін айтайын. Мысалға ыңғайлы. Мына жерден ыңғайлы. Лабиринт ыңғайсыз. Бункер ыңғайсыз. Ал мен ең ұнататын жерім мына жақта да ойнауға зада болатын. Бірақ біз мынаны көрдік. Мінекей адам боламыз. Қозғаламай адам бола береміз. Альфа. Достар, зомбилерге и зомбилер точно мені көбі. Бізде кәдімгі подписчик болса да қорқады. Сондықтан бұл жер бізге өте ыңғайлы. Осы Counter-Strike'тың құпиясы. Бізде уже $1200 жиналды. Бастапқы нәтижеміз жақсы. Нәжен қорқыту бізге опасно. Ал ұсталған жоқпыз. Ал міне бір зомбиді өлтірдік. Табалайық. Екінші зомбиді өлтірдік. Төртінші скелет зомбиді өлтірдік. Наңыраңыз. Бір қолы ауру. Бірақ мен сіздерге алдыңғы уақыттарда зомби болып ойнап көрсетемін. Сол кезде бәрінің қолы бірдей. Оны алдағы уақытта көретін болады. Яғни екінші бөлімде мен зомби болып ойнап көрсетемін. Выиграли. Мен өзім жалғыз алып. 6 адамның алдауы бар, 5 зомбидің 5-еуі бар. Біз қазір мына жерден қару аламыз. Мына жерде ақша тұр екен. Міне. Дробовики. Соның ішінде ең ұнататыным менің. Міне. Мына қару. Енді осы қаруды неге ұнататынымды айта кететін болсам, себебі қазір бұның себебін алды.
Қараңыздар достар, қаншама зомби өлтірді. Және мен міне көкте алтынның бір ғана адамы қалды. Әрине ол мен... Опана! Это был бомба. Достар, қатты секіріп жіберді. Мәссаған, бұлай істейді деп ойлаған жоқ. Күтпеген сәт. Зомбилер өте биікке секіре алады. Олардың бір жақсысы. Және тырнақтары өте өткір. Тіпті ножидегі қылышта өте күшті. Ал достар, біз Хунтер дегенді өлтірдік соңғы кезінде. Соңғы 1-2 секундта жүзеге асады жаңа раунд. Өзі автоматик. Сондықтан зомбилерге ұстамау керек ол уақыт ішінде. Ал егер ұсталып қалсақ, өлеміз. Ал өлсек, бүкіл затымыз жоқ болып кетеді. Міне, шақырып алып. Міне, алттан 3 адам қалыпты. Достар, ана жер ойын қойып отқан жоқ. 5-7 зомби. Ол сондай. Өлген адамдар болса, олар тоже зомбиге айналып кетеді. Дәл кинодағыдай. Сондықтан олар көп. Міне, қаншама зомби қыртты. Айта әкететінде, қазір ғана біреу-ақ адам қалды. Оны айтпасам да білетін шығарсыздар. Қорқып тұрғанда шығарсыздар. Әрине ол мен. Бармыз жоқ болса, снайпер. Алсаңыздар болады. Және де снайпермен бұл ойында көздеп тұрып атпаса, бірден өлмейді. Сосын Free Fire ойнайтындар бұны көріп отса, айтып қойын, бұнда headshot деген нәрсе мүлдем болмайды. Снайпермен өледі. Ал Counter-Strike'та міне біз ең бай. Айтып қойын, 15 мыңнан артық уже бір зомби өлтірдік. Аз қалған кезде аз қалған атқан адам соны өлтірген болып есептеледі. Және сол 15 мыңнан артық ақша болмайды. Сондықтан әуреленбей қойыңыздар. Ақылдап. Қызықты өте көп. Міне, тағы бір оқ кетті. Зомбилер өте көп достар, сондықтан әрқайсысына бір тие береді, бірақ соңында тағы бір оқ деймізде өледі. Міне, бір зомби кетті. Екінші зомби. Что-то өмірі көп болып кетті ғана. Үшінші зомби кетті. Төртінші зомби. Төртінші зомби кетті. Бесінші зомби. Қайда? Бесінші зомби. Келесі.
алтын зомби. Және де достар, мен сіздерді жаңа жылмен құттықтауды ұмытпаспын. Бүгін 1 қаңтар. Әрине бұл бізге келген 7 сиырлы. Сіздерге мол бақыт, зор денсаулық әкелсін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл отбасылық мейрам. Сондықтан оны отбасыларыңызбен тойлаған көңілді болады. Және жаңа жылдың көркі гирлянда. Сосын сіздерге бір кеңес айтайын жаңа жылға. Гирлянда алған кезде ұзын гирляндалар алғандарыңыз дұрыс болады. Себебі онымен бүкіл үйді жарықтандыра аласыздар. Ал кішкентай гирляндымен тек қана елканы ғана жарықтандыра аласыздар. Сосын ондай тұқымның елка сатылып жатыр екен базарда. Соны алып үйге ексеңіздер болады. Оны мен әлі біз әлі пайдаланып көрген жоқпыз. Осы каналға тіркеліп көрсеңіздер. Каналдың аты Ибрахим қызы. Ал енді біз ойынымызды жалғастырайық. Қалды. 90 секунд. Яғни 1 минут 30 секунд. 1,5 минут. Ал достар, енді сіздерге мен уәде бергендей, міне ножи. Барлық кереметтер сатып алайық. Пулеметтер де өте көп. Бұл сіздерге нағыз снайперді көрсетейін. Пистолеттерден мынау негізі күшті. Бірақ бұда 14 ақ еще зомби өлмейді. Ал кәдімгі зомби өлтіретін крутой пистолеттер міне мыналар. Мынау 700 теңгелік, мынау 700 теңгелік 6 оқты пистолет. Және мынау 2 пистолет. Осыны сатып алғанымыз дұрыс. Енді міне бомбалардан. Мынау ұзақ уақыттан жаны ұзақ уақыт тұрады. Ал бізде $600 қалыпты, мен соны қайтарайық. Опа, стиль деген зомби екен. Стиль. Сенің шаруаң бітті. Бір зомби бітті. Гуннер деген зомби дейді. Оқытып қалды. Бір зомбиді өлтіре аладым. Егер зомбидің орнына ауысып кетпесе. Бірақ полный 30 оғы емес кейде. Басқа да 22 оқпен де өлтіруге болады. Міне, стиль дегенді өлтірдік. Ал енді снайпермен жаңа зомбилерді өлтірейік. Бір зомбиді өлтірдік. Өлтіру қиын екен. Осылай оп-оңай болады. Мыналарды оқтап алайық. Міне. Мына не екенін біледі. Соғыс кезінде болады. Енді қойысында. Вот. Опа. Зомбимен размары шыққансың ба? Опа. Оп. Только без өлетін. Қашу керек. Келсек.
Бензин толтырып қой. Ал мынаң не екенін қазір сіздерге көрсететін боламыз. Білетіндер шығар, ал білмейтіндерге қазір көрсетеміз. Ал қазір біз зомби шақырайық. Көп зомби болса қызықтай көп болады. Бірақ ол үшін адамдардың барлығы өлу керек. Негізі өз жағың атсаң да бәрі өлмейді. Міне. Вообще өлмейді снайперменде. Міне. Өз жаққа өлтіруге жол бермейді. Қазір көрсетіп көп зомби жиналыпты. Ал міне, достар, 1, 2, 3. Міне, көрдіңіздер ма? Өте қалың. Бірақ зомби көрінбей кетеді деп уайымдамай қойсаңыздар да болады, себебі қызыл өзі көреді бәрін. Міне. Қалды. Яғни зомбилер кетіп қалды. Опа. Келеді. Опа-на. Күйіп жатыр. Өзінен өзі өліп жатыр. Қазір мен аттасам да. Әне. Өлдіріп жатыр деген сияқты шығып жатыр. Оқ кетті. Енді өзіңіз өлтіруіңізге тура келеді. Бомбада біз көп аламыз. Көп дегенде енді максимальный 3 бомба. Зомбидің тырнағына ілініп. Қаз. Сіздерге бір 12 мың теңге емес, 12 доллар тұрады. Өте қымбат. Бұның 2 режимі бар. Болады. Екінші бөлімде бірақ зомби болып адамдарды өлтіріп көреміз. Адамдарға қарсы шығамыз. Қанша ақшамыз кетіп қалды. О, тырнағына ілініп қалмайық. Міне. Біріншіден менен қорқады, екіншіден мен сияқты бүгіп отыру керек. Оп. Оп. Достар, енді бұл жерден біз түспеуіміз керек, себебі біз
жалғыз қалдық. Бізді ана секірем дегенше қорғап тұратын, зомбилерді алдандырып тұратын досымыз жоқ. Сондықтан біз Олф деген аю сияқты зомби. Көрдіңіздер ма түрлерін? Больничныйдан шыққан ғой. Өкпесі. Докторлар өкпесінен маған. Міне, қаншама екеу жүр. Достар, бұл ситуация емес, бұл жағдайдан қалай көтересіздер. Достар, қателеп біз зомбидің тырнағына іліндік. Достар, қараңыздар, әрқайсысы жүппен. Так, достар, бірақ қару бар ма, қару жоқ. Және де айта кететін бір жайт, осындай өлген кезде барлық зат жоғалып. Именно бірақ осындай мен жоғалып. Достар, елуок достан алуға болады. Өзелінде бірақ бұлар сұлтан. Сондықтан любой жерге шыға береді. Сақ болыңыздар. Бірақ қазір бұл ойынды ешкім ойнамайтын шығар. Барлығы жаңадан шыққан. Free Fire'ға қызығатынын бәріміз білетін шығармыз. Бірақ Free Fire'ды осы Counter-Strike'тан алған сияқты, себебі барлық қарулар бірдей. Бұны Counter-Strike ойнап көрген Counter-Strike барлар ғана білетін шығар. Міне. Себебі бұны әрі күшті. Міне. Атып жатырмын. Бірақ Free Fire'ды білмейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын. Достар, міне. Негізі бірінші режимнен күтіп тұрмай зомби келесі риск ауыстырып жүресіз. Міне бірінші режим. Қайда ұшан етіне жүресіз. Мынандай. Екінші режим. Түсінікті ме? Ал түсінікті болса, біз қасқа кірсейік. Екі-ақ адам қалып достар, көріп ма? Біздер жағымызға шақырайық. Ой, масички. Ал, достар, зомбилердің тырнағына іліндік, өте өкінішті. Достар, осымен мен видеомды аяқтайтын шығармын.